Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үлпілдеп тұратын өте дәмді штрезель қосылған булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен аппара дайындап аламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді, дрожж, қант және де өлшеп алған ұнымыздан 4 ас қасық ұнды салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге аппарамыз көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің аппарамыз 2 есеге дейін көтерілді. Енді қамырымызды илеуге кірісеміз. Ұнымызға тұзымызды саламыз, жақсылап араластырып, дайындап қойған аппарамызды құямыз. Және де бір араластырып аламыз. Содан кейін 2 жұмыртқамызды салып, қамырымызды біріктіре отырып, қолымызбен илеп аламыз. Содан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, қамырымызды 10-15 минут жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 2-3 есе көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін өлшемін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өлшесеңіздер болады. Мен барлығын 45 граммнан бөліп шықтым. Домалақтап өлшеп алған қамырларымыздың бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Булочкиларымыз көтерілгенше штрезель дайындап аламыз. Ыдысымызда салқын сары май, ұн және де қант барлығын жақсылап, крошка болғанша араластырамыз. Мінекей біздің булочкиларымыз көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, және штрезельдерімізді бетіне сеуіп шығамыз. 180 градус алдын ала қызған пешімізде булочкиларымыз қызарғанша 30-35 минут пісіреміз. Үлпілдек әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.